Дастарханың тоқ болсын, уайым қайғың жоқ болсын, пәле жала жамандық бұл үйден аулақ болып, көңіліміз әрдайым жай болсын. Әумин. Бүгінгі заман технология заманы. Бірақ қазақтың жаны домбыраның үнімен астасып жатыр. Домбыра жай ғана аспап емес, ол қазақ халқының тарихы. Балам, телефон көп ойнау көзіңе зиян. Одан да екеуміз қазіргі заманда жасанды интеллекттің заманы болғандықтан екеуміз пайдалы робот құрастыруды меңгерейік. Балаларым, бүгін өзіміз жасаған тышқан мен мысық роботын көрсетеміз. Бұл роботтарды біз мотор, дөңгелек және батарея арқылы құрастырдық. Тышқан робот кедергіні сезсе қашады, ал мысық робот тышқанды көрсе, оны қуады. Осы арқылы біз робот қалай қозғалатын және қалай жұмыс істейтінін үйренеміз. Робот жасау өте қызықты. Болашақта сендер де инженер болғыларың келетін шығар. Қазіргі заманда техника мен технология қарқынды дамуда. Ұлттық құндылық бесікті заманауи форматта жаңғырту мақсатында роботтандырылған жүйе бесікті арнайы механизм арқылы жай ырғақты қозғалыспен тербетеді балаларым. Қызым, қазір саған құрақ құрауды үйретемін. Мұнда ұлтымыздың қошқар мүйіз оюы бейнеленген. Құрақ құрау ол жай ғана тігін емес, бұл дүние нағыз сабыр мен биік талғамды қажет ететін өнер. Тілеймін бақыт өмір ашық аспан, жалғанда тілек бар ма одан асқан, жоғалтпаған қадір қасиетін сақтаған, ата салтын өсиетіммен мақтанам.